Армысыздар, құрметті ұстаздар мен студенттер, өнерсүйер қауым. Қош келіпсіздер. Бүгін біздің дипломдық жұмыс Кеделбаев Ерік Серікұлының дипломдық жұмысы «Құбыжық пен қаншайым» атты француздың ертегілерінен. Соны тамашаламыздар. Ерте заманда, алыс бір шаһарда, ғажайып зәулім сарайда бір ханзада өмір сүріпті. Оның жүрегі нені қаласа, соның қалауы болған. Ханзада өзін жоғары санап, және өзінің сұлулығына тәнті болыпты. Кенет, қыстың бір түнінде, сол зәулім сарайға бейтаныс қайыршы кемпір келіп, бір шоқ роза гүлін ұсынады. Ал оның кесесіне кәрі кемпір, жаңбырдың тоқтағанша үйінде болуын өтінеді. Ханзада кемпірдің жағымсыз түріне қарап, берген сыйлығын менсінбей күліп, сарайдан қуып шығады. Ал кемпір, адамның сырт келбетіне қарап ой түйме, адамның сұлулығы ішкі жан дүниесінде жасырылғанын ескертті. Бірақ Ханзада оның сөзіне қайтадан күледі. Кенет әлгі кемпір ғажайып бір сиқыршы қызға айнала бастады. Мұны көрген Ханзада сиқыршы қыздан кешірім сұрады. Бірақ бәрі де кеш еді. Сиқыршы оның жүрегінде махаббаттың жоқ екеніне көзі жетті. Және оны жазалау үшін Ханзаданы жағымсыз құбыжыққа айналдырды. Онымен қоймай, сол зәулім сарайдың тұрғындарын да қара сиқырмен дуалап тастайды. Ханзада өзінің жиіркенішті түрін көріп, сол сарайға бекініп алады. Сыртқы өмірмен байланыстырып тұратын сиқырлы айнасы ғана қалды. Кемпірдің ұсынған роза гүл де сиқырлы болып шықты. Роза гүл Ханзаданың жасы 21-ге келгенше солмайды. Ал ол уақытқа дейін Ханзаданың сол келбетінде шын жақсы көретін қыз пайда болса, қара сиқыр өз күшін жаяды. Ал егер оны шынайы жақсы көретін қыз табылмаса, Ханзада мәңгілік құбыжық болып қалады. Арада уақыт өтіп, әлгі құбыжық өз үмітін үзеді. Енді бұл құбыжықты жақсы көретін жан табыла ма екен? Қайда жол тарттың? Кітапты керіне. Мен қазір ғана үрме бұршақ пен великан жайлы қызықты кітапты оқып шықтым. Қызық. Мари, тездер, бәріштерді алып кел. Қандай бір түрлі және бөтен әлем, ол қыз ерекше қиялдау. Әрдайым қолында кітап, көк аспанға қиялдап, нелеген күлкілі қыз болды бұл бір. Бонжур. Сәлем. Сәлем ағаңнан. Бонжур. Сәлем. Жарым қайда? Маған о, жұмыртқа, тым қатты қымбат. Неткен болуы
шықтың ба? Көз алмай оқып шықтым. Тағы жаңа не бар? Кешеден бері әлі жоқ. Жарай, ештеме етпес. Мен мынаны ала салайын. Сен оны 2 рет оқып шықтың ғой. Бұл ең сүйікті кітабым. Алыс ерде өткір қылыштар жайлы ғажайып сиқыр нәзік әңгімесі бар тағы. Демек, бұл кітап саған ұнаса, мен саған оны сыйға тартам. Жоқ, қажет емес. Ал мен бұйырам. Рахмет, көп-көп рахмет. Қандай бір түрлі және бөтен әлем, бұл қыз ерекше қиялдау. Әрдайым қолымда кітап, көк аспанда қиялдап, елеген күлкілі қыз болды бұл бен. Ғажайып бір әлемде кітаптан артық жер табылмас. Мұнда азада мен қыз кездесті, оқиғаның соңы екеуі қосылмай айрылар. Сұлу деп бұл қыз бәрі теке айтпас, даусы сырнайды үнінде. Бірақ біз басқашамыз, жаз бен қыстай арамыз. Ерекше неге бізден бұл қыздың қасиеті бізде жоқ. Шіркін сендей болсақ бәріміз бір. Сен дәл тигіздің, Гастон. Әлемде сенен асқан мерген жоқ. Мен білем. Қанша байқадым, сен бір аңды да жіберіп алмағансың. Және қыздарды да. Иә, солай Лефу. Мен өз таңдауымды осы қызға жасадым. Әлгі өнер тапқыштың қызына ма? Дәл өзі. Осы бақытты қызға мен үйленем. Бірақ ол Ауылдың ең сұлу қызы. білем ғой, бірақ Сол үшін де ол басқа қыздардан артық. Ал мен осы ерекше қызға лайық емеспін бе? иә, әрине. Бірақ сен одан да бағалысың деген ғой. Сол сәтте көрген кезде мен ол қызды, мәнісін көрдім өмірдің. Қыздардың арасынан таңдағаным жалғыз ақ, бірден шештім үйленем мен саған бір. Міне келіп неткен әдемі месье Гастон, қандай сүйкімді. Ойдан өшір қайдағы жан бесін үшін нәзік жүрегіміз соңғы. Бонжур. Сәлем. Мына жаққа. Осы болды ма? Міне жүзім. Сырма? Кеспек. Пардон. Бәлкілем. Өткедейін. Таныңыз. Болдық емес. Исмен. Мен қателес. Енді мұнда өмір кімге керек? Мен үйленем бұл қызға деме. Келе жатыр әлгі қыз бөтен әлем, өзің ғажап деп мадмазель. Бұл қыз бәріне арман, және тең болмай қалған. Әркімде өзінің теңі бар, күлкісі бұл қыздың жарқырап, бәріміздің қатты сүйеміз. О, бәй! Сәлем бай. Бонжур, Гастон. Жамды қайда? Бұны қалай оқып жүрсің? Ішінде бір суреті жоқ. Кей адамдарда қиялда деген нәрсе бар. Бір минутқа кітабыңды жауып, маңызды нәрсені ойла. Мысалы, мені. Кітап оқу қыз адамдарға арналмаған. Және сен көп ойланатын болғансың. Бұл жайлы бүкіл ауыл біледі. Гастон, шын сөз. Сен өмірден шыққансың. Рахмет саған бай. Айтпақшы, тавернаға серуендеуге қалай қарайсың? Есесіне менің жетістіктерімді көресің. Келесі жол жарай ма? Мен үйге барып, әкеме көмектесуім қажет. Ха! Сол Есосқа ма? Ол Есосқа дәрігердің басқа ешкім тұрыпсың. Менің әкем жайлы олай деме. Иә, оның әкесі жайлы. Олай демесе. Менің әкем Есуас емес, ол гений. Әкесі. Мынау құрғыр аппараттан. Тағы да істеуге қалдың ма? Иә, тағы да сізден алдым. Биылғы болатын көрмегенде тағы бара алмайтын болдым. Және мен қазір
мынаның көзін құртам. Әке, сенен бүгінгі болатын күнінде сен ерекше көз кетесің және атақты өлең тапқыш боласың. Қызым, сен оған сенесің бе? Мен әрқашан сенемін саған. Онда нені күтіп тұрмыз? Маған балғанады, мен тағы бір көрейін. Ай, рахмет. Қызым, не жаңалығың бар? Мен бүгін жаңа кітап алдым. Ай, жарайсың жұмыс. Әке, мен шынында да бір түрлі қызым бар. Менің қызым бір түрлі? Оны қайдан шығардың? Білмеймін, бірақ бұл жерде мен өзімді жайсыз сезінемін және сөйлесетін адам да жоқ. Әлгі, кім Гастоншы? Менің ойымша, ол келбетті бала. Я, сіз дұрыс айтасыз. Ол келбетті, сұхбатты және қатыгез өз ойлайтын адам. Әке, ол маған арналмаған. Қызым, сен уайымдама. Қазір, дайын болғансың келді. Қызым, менің қолыма келді. Менің қолыма келді. Саған сенген едім ғой. Рахмет қызым, ал мұндай болса, мен көрмеге барайын. Ал сен өзіңе абай бол. Жарай ма қызым? Жарайды. Ай, жарайды. Жас қызым, сау бол. Қызым, қош бол. Қош бол, әке. Сау бол қызым. Енді қайда барам? Енді қайда жатам? Мұнда кім бар? Мұнда ешкім жоқ. Мынау сарай ғой. Сарай. Ау! Каксың? Каксың? Біздің сарайда адам бар сияқты. Адам? Иә, шын айтам Каксың. Мен осы сәтті ұзақ уақыт күттім. Ау! Мен орманда адасып қалдым. Осы жерде қонсам бола ма? Ай, кім бар? Неткен зәлім сарай. Мұнда не бар екен? Ау! Бұл жерде біреу бар ма? Айтып тұрмай көксің. Қазір. Бұл жерде біреу бар ма? Ай! Көбе! Мырзам, кешіресіз. Мен қазір ғана дауыс естім ғой. Мүмкін емес. Мүмкін шаршағаннан болар. О, месье, қош келдіңіз. Ой, Көбе, сен есің дұрыс па? Ой, біздің сарайға бөгде адамдарды кіргізуге болмайтынын білесің ғой. Егерде Кайлмызды естіп қойса, онда біздің басымыз алады. Көксір көп уайымдайсың. Кайл мырза қазір өзінің бөлмесінде демалып жатыр. Сен шыныңда да жаның ашымай. Бұл кісі орманда адас. О, месье, қош келдіңіз. Шын, қош келді. Месье, сізге тұмау тиген. Жүріңіз, отырып жылып шай ішіңіз. Ал креслоға. Жоқ! Тек ол креслоға емес, тек Кайл мырзаның креслосына емес. Көксір қыш. Отырыңыз, жарап қалған боларсыз. Миссис Фокстың ыстық шаймен ішіңіз. Миссис Фокс. Миссис Фокс? Чай. Шай? Жоқ, тек шай емес. Жарап қалған боларсыз. Сендердің бұл қылықтарың мүлдем оңды емес. Егерде Кайл мырза біліп қойса, онда біздің басымыз кетеді. Сен көп пайымдайтын болғансың. Сондықтан сен не Өте біреу бар сияқты. Кайл мырза. Кайл мырза, мен оларды ескерттім. Бірақ
шақырылмағанды мақсат. Қайда қарап тұрсың? Ешқайда. Демек сен құрсақ көрмедің. Мен ондай болған жоқ. Мен жай адам тәрізді. Бай, сен мұндай кетті ғой. Не болған? Сенің әкеңнің арбасын орманнан тауып алдық. Ормандан? Иә, бірақ Көрмегімен деп қайда? сенің әкеңді таппадық. Не деді орманда? Ол жақтан әлі қауіпті. Балам, сен өз ойыңнан әрсен, сен шығана бер. Жүр, біздің сарайға ешкім келмейді. Көмер, сен дұрыс ойлауды қашан үйренесің, ә? Сен сарайға бөгде адамды кіргізгеннен бөлек, сен оны Қайым мырзаның креслосына отырғыздың. Одан бөлек, сен оған шай бердің. Бұл қылығыңды қалай түсінуге болады? Мақсат бұл жай ғана қонақ жайлы. Менің міндетім. Бұл жерде біреу бар ма? Бұл қыз ғой. Көрдіңіз екенсіз. Жай ғана қыз емес. Бұл біздің өмір бойы күткен қызымыз. Бізді осы сиқырдан құтқарушы. Бұл жерде біреу бар ма? Қызым, мен мұндамын. Қызым, Әке! мен мұндамын. Әке! Сен қалыңдалысың ғой? Қызым, сені мұнда қалуға болмайды. Тез кел, Сен бұл жерден шығару керек. Жоқ, мұнда қалуға болмайды. Саған бұлаңғырлық көрсеткен кім? Қызым, тез кел. Мен сені насып кетпеймін, әке. Жоқ, бұл жерде кел. Тез кел. Жоқ, әке. Sen bunda ne isteyeceksin? Ben bu şehrin kocayınımı. Мен әкеме келдім. Өтінемін, оны босатыңызшы, осыны қататтым. Solşumunda kimliğe verecek? Мұнда қалатын болса өлем. Өтінемін. Мен сіздің айтқаныңыздың бәрін орындаймын. Çok bulmay. Sen ne işin eşliğini isteyemezsin. O şehrin tutma. Бірақ бір шешімі бар шығар. Тоқта. Әкемнің орнына мен қалаймын. Çok bulmay. Sen erkeğin oruna dedin mi? Жоқ, қой. Сен не айтып тұрсың? Егер де мен келсем, сен әкемді босатасың ба? Ya bırak. Sen bu şehirde мәңгі қалатын боласың. Жарыққа шықшы. Жоқ, қызым. Мен саған рұқсат бермеймін. Жоқ, қалма. Қызым, кел. Қызым, мен қал. Сен кел, қызым. Жоқ, қалма. Бұл жерде қалма. Мен қалға келсем. Şöyle. Жоқ, қызым. Мен жақсы келген адам. Жоқ, сен қалуға тиісті емессің. Қызым! Қызым! Ал, мырза. Мырза. Бұл қыз біздің сарайда ұзақ уақыт қалатын болса, мүмкін ыңғайлы бөлмесін арыз. Дұрыс ұсынбаймыз. Оған сол жер лайықты. Сен менің әкеммен қоштасуға да мүмкіндік бермедің. Мен оны ешқашан көрмеймін ғой. Şöyle. Ben seni bölmede alıp barayım. Қандай бөлме?
Sen ne осы тазы гүлден алмақсың? Жоқ. Ондай болса жүр. Мырза. Бірдеңе десеңізші. Менің есімім Кай. Бәй. Саған бұл жерді айт деген сенімден. Қалаған жерінде жүре бер. Бұл да сен дейін. Тек батыс бөлігінде емес. Ал батыс бөлімі. Жоқ, болмайды. Саған қажет болса, менің қызметшілерім көмек береді. Мырза. Түскі асқа шақырыңыз. Бүгін сен менімен тамақ боласың, және бұл өтініш емес. Қаншайым, біздің Кайл мырза кейде осылай ашулы болады. Сіз көңіліңізге алмаңыз. Одан да мен сіздің көңіліңізді көтеруге тырысайын. Қаншайым. Неге ұзақтайды? Неге ол әлі жоқ? Сабыр түбі саралып деген ол қыз еркелікпен әкесінен бір күнде аянды ғой. Мырза, бұл қыз бізді сиқырдан арылтады деп ойламадыңыз ба? Әрине ойладым. Мен не ақымақ деймісің? Жарай. Демек болай, сіз ол қызға ғашық боласыз. Ол сізге ғашық болады. Екеуіңіз бұлай бұл. Сиқырдың күші жойылады. Түн ортасында барлығымыз адам кейпіне айналамыз. Бұл сен ойлағандай олай шаруа емес. Оған біраз уақыт керек. Бірақ Розагүл Соның бәрі бекер. Ол қыз сондай сұлу. Ал мен өздері көріп тұрсың. Мырза, ал сіз өзіңізді басқаларынан көрсетіңіз. Қалайсың? Өзіңізді келбет тұтпаңыз. Иығыңызды түп және әдеттерді ұмытпаңыз. ол кіріп келген кезде күліп қарсаңыз. Қане, күліңізші. Болса, жас қызды қорқытудың еш себебі жоқ. Сіз тапқырлығыңызбен жүрегін жаулаңыз. Түрлі комплименттер жаудырыңыз. Және де шынайы болыңыз. Ең бастысы Өзіңізді ұстаңыз. Міне, өзі де кеп қалды. Қыз қайда? Қыз дайындалып жатыр, иә. Қыз келмейді. Не? Қай мырза. Мен сені шақырдым ғой. Менің қарым тоқ. Сен қазір шығасың, болмаса мен есі сындырамын. Я! Мырза, менің қателесуім де мүмкін. Бірақ бұл жас қыздың жүрегіне турапан атты жауан ес деп ойлаймын. Мырза, әдептілік сақтаңыз. Бірақ ол қыз сондай қырсық. Спайрақ. Сен менімен тамақтануға шығасың ба? Жоқ. Шамал, саға. Егер сен менімен тамақтансаң, мені рахатқа бөлгісің. Мырза, өтініш қайда? Өтінем. Жоқ, рахмет. Сен сол бөлмеде мәңгі қалмақсың. Қалам. Ондай болса ашта гүл! Қарым кеп қалды ма? Я? Ал менің қарным ашты. Қаншайымның қарны ашықты. Мен сізді әйгілі повардың ас мәзірімен танысуға шақырамын. Сізге қызмет ететін мен, Люмер. Ал мына кісі жарайды маңызды емес. Менің есімім Коксфорд.
бірақ Кайл мырзаның рұқсатынсыз болмайды. Досым, ол біздің үйге келген тұтқын емес. Ол біздің үйдің қонағы. Сондықтан. Жарайды, бірақ Кайл мырзаға өзің жауап бересің. Жарайды. Тамақтанбастан бұрын осы сарайдың ішін аралап көрсем болады ма? Жоқ, болмайды. Сарайды аралауға болмайды. Мен не күтердім ғой және сарайдың іші мен үшін қызыл болып тұрғаны. Жарайды. Мадемуазель, сарайды таныстыруға рұқсат етіңіз. Сарайдың сол жақ бөлігі күмістен жасалған. Мұнда әсем зәулім Мен тастар. сол жақ бөлігінен гөрі оң жақ бөлігін ұсынар едім. Мысалыға, ағаштан қойылған нағыз қымбат кезектер Европаның ойбай қалың тоқтайды. Сізге сарайдың бас бөлігіне баруға болмайды. Сарайдың бас бөлігі осы болды ғой. Рахмет айтқаны үшін көпсі. Қайырылса, мұнда не қасырманы көрейін? Жүр, қачайым. Бұл жақ қауіпті. Мұнда жарық жоқ. Жүріңіз, одан да біздің кітапханамен таныстырайын. Мұнда кітапхана да бар. Әрине, неше түрлі кітаптар. Роман, Sen burada ne istemiyorsun? İnsanımıza kelime destekli demesine. Şimdi bunu yendim resmi. Kim bulacak diye? Kim? Siz uayımdamаңыз. Мен сізге оданда сыра әкеп берейін. Сыра көмектеспейді маған. Не? Сыра көмектеспейді? Месье Гастон, сіз уайымдамаңыз. Уайымдамаңыз. Неге сен жабырқап тұрсың, Гастон? Жүзіне жайылған күлкің қайда? Сен баршаға үлгі болғансың, өзіңе келтіріп алайын қайта. Саған ешкімде ештеңе тең келмейді, ептілігіңе, күшіңе, ақылыңа. Бүкіл қала сені мақтан етеді, себебі оның бәрімізге белгілі. Бәрінен күшті Гастон, ақылдысың Гастон, білегі тоқпақтай, жаурыны қақпақтай, қалада сенен асқан жігіт жоқ мен білем. Ой, бір үлкен алып айдаһарсың. Жан-Поль де Олег де айтады, ол біздің Гастон чемпион.
Бәрінен күшті Гастон, ақылдысың Гастон, сенен асқан сұлу жоқ бұл әлемде Гастон. Менен үлгі алатын адам көрген мен білем. Не деген жігіт Гастон. Жүзірек, ура, бесірек, үйткен, Гастонға уайым емес, суық тиюмен грек. Бәрінен күшті Гастон, ақылдысың Гастон, төбелестен Гастонға жететін ешкім жоқ. Сенен асқан сұлу жоқ бұл әлемде. Менің күшім бәрінен де мықты. Дәл солай, артық салмақ Гастонға тән емес. Керек десең менің денемде шын жоқ. Салмақтысың Гастон, әр жұмсақсың Гастон, тағаларлық дәлдік күріңді сенің Гастон. Маған дәл көзі әрдайым қиын емес. Гастон чемпион. Бала кезімде мен 10 жұмыртқаны бірден жұтқам, сол үшін менің келбетім осындай. Қазір бір күнде жүзінде жұта алам, менен асатын мықты кім бар? Гастон чемпион. Гастон, көмектесші. Оңысы болып, жер астарға қойды. Не? Кімді? Қойды. Тез. Сен жоғалтуға болмай. Кім ол? Құбыжық. Құбыжық. Мінезі, істері, қорқыныш құбыжық. Құбыжық дейді. Құбыжық деп қойыз. Марис, мен саған көмектесем. Бірақ қоятын бір шартым бар. Мен саған көмектесем, бірақ сен қызыңды маған бересің. Жарайды, бірақ көмектес. Жарайды. Жігіттер, кет. Қобызық мұстай. Қобызықты қаспен. Мен саған бір нәрсе көрсеткім келеді. Бірақ бұл сен өзіңді жүр. Аша берсем болады ма? Әзірге жоқ. Ақша беруге болады. Сен не алар емеспін. Бұл кітапты мен армандап келгенмін ғой. Сенің көңілің толды ма? Бұл ғажайып. Бұл сенікі. Рахмет саған.
Ой, Сандра. Сен осында екенсің ғой. Қайдан ашып тұрмақсың? Тұрған деймін саған. Әлде сен күресу үшін тым жұмсақпысың, а? Жоқ. Бұй саған осы түнімен қарайды деп ойлайсың ба? Сенің орның осы тасың көр. Бұй тек менікі ғана. Мен құмышық емес. Менің де адам болғым келеді. Мен құмышық. Сенің орның осы тасың көр. Мен сені өлтірем. Бер. Бер. Sen benim ömrümde özgür. Karanlıktan boşalttın. Кать, мен сенің әрқашан біргемін. Себебі мен сені сүйемін.
Құрметті халайық, сіздер театрландырылған мюзиклді тамашаладыңыздар. Бітіруші баламыздың есімі Ерік Серікұлы. Сахна төріне өнер кафедрасының меңгерушісі Балжан Сейдрамановнаны шақырамыз. Өнерсүйер қауым, бүгінгі тамашалауларыңызға үлкен рахмет сіздерге. Бізді балаларға мен жылда қарап жатырмын, міне 3-ші жыл болды қой бірге болып жатқанымызға. Сол жылда әр кезде әртүрлі өзіме кейіпкерлерді ашып жатырмын, осы балалардың арасында қарап таңсанып жатырмын біздің балалардың өнеріне. Және міне бүгін біздің дипломдық жұмыс жасаған бітіруші жігітімізге үлкен рахмет. Әрине Дамеш Хамзайұлының көмегімен, әрине. Бірақ мына жұмыстар өте жақсы. Мына бірінші рет бізде мюзикл қойылып жатыр. Осы ары қарай да дами берсін дейміз. Мен біздің студенттерге әрқашан айтамын, сіздер билеу де керексіздер, ән де айтуларың керек, және актерлық шеберліктердің бәрі бір адамның келбетінде болу керек. Сол үшін де бүгінгі қойылған мына спектакльге рахмет, сіздерге үлкен рахмет. Жігіттер, қыздар, ал өнерлеріңіз өркендей берсін. Келіп тамашалағандарыңызға үлкен рахмет сіздерге. Ерікке рахмет айтамыз. Бұл жерде Еріктің өзінің белсене салған еңбегі, өзінің шығармашылығы, мына өзінің жора жолдастары, қарындастары қасында. Осы корпуста оқитын өзінің құрбылас студенттері. Бұл жерде Ерік денің сау болсын, аман бол айналайын, келешекте үлкен, бұдан да жақсы осындай ойын-сауық бағдарламасын қоя бер, сәттілік тілеймін, денің сау болсын. Осы Еріктің бастаған жұмысына қарай оң көздеріңмен қарап, еңбек ете берсеңдер болады. Өте жақсы, көрнекті, жақсы бағдарлама болды. Бұның ішінде мен ана бірінші курстың қызы бердім. Мына қызымыз бірінші курстың қызы, филолог. Екінші курстың қызы филология факультетінде оқыды. Содан кейін Құбыжық Қазыбек 5-ші курс бітіретін бала. Мына қызды айтамыз. Фариза. Ол Мыстан келді. Ерсұлтан жаңағы. Свечи. Ерсұлтан 5-ші курстың баласы. Қасындағы Сағат. Ол да 5-ші курстың баласы. Оның жанында тұрған Айдана, ол жаңа шәйнекті ойнаған. Сосын бірінші курстың баласы сен кімді ойнадың? Шәйнек, шашты. Мына Мағжан деген бала. 5-ші курстың баласы. Мына бірінші курстың баласы. Бірінші курстың баласы. Мына театральный КДР-дің баласы. Бұл үшінші курстың баласы қай жерден келгесін айтсай? Эсенмен керек. Бұлардың болыстан кетті Эсенмен. Мамандығын неткен десеңіз? Құрылысшы бала. Мына біздің 4-ші курстың қызы. Сымбат Арызан, сен Қарлығаш 4-ші курстың қызы. Арай 4-ші курстың қызы. Мынау Ақерке 2-ші курстың қызы. Мына Динара 1-ші курстың қызы. Арайлым 1-ші курстың қызы. Айым 3-ші курстың қызы. Мынау Ерке бұлан ғой. Бұған ерекше шапалақ ұрып қойсаңыздар болады. Молодец.
Алтыңыз ұлы. Мына 5-ші курстың баласы Абай. Нұрдәулет 5-ші курстың баласы. Кім қапетті жоқсан? Қайсы? Айттым ғой, айттым. Тағы да мына музыканың центрде, неде отырған, музыкамен жұмыс істеп отырған Дархан деген бірінші курстың баласы. Енді кім қалып кетті, ренжімеңдер. Свечи. Қаны Бекжан, бірінші курстың баласы ма? Бірінші курстың баласы. Қалмасын ешті. Барлығы құттықтайын, қыздар, айналайындар, жастар. Осы күнде келесі бізде тағы да бұл екінші емтихан болды ғой, тағы да 14 емтихан бар. Соған қатысып, белсене қатысып, жақсы көріне беріңдер. Жақсы, осындай жақсы шығармашылық, үлкен творчестволық кештерде кездесе берейік, аман болайық, деніміз сау болсын, бастарымыз аман болсын, тәуелсіз Қазақстан жасасын деймін. Мен мынау бүгінгі еріктің тойы құтты болсын деп. You got it if you want it, got it if you want it, say you got it if you want it, take my wallet if you want it now. Jump in the Cadillac, girl, let's put some miles on it. Театр представлял эти костюмы, было вообще шикарно. Первый раз пойдет. Нет, мне очень понравилось, честно говоря. Да. Удачи вам, Спасибо. Чай где берешь, па? You, that's what I like, that's what I like. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. Six by the fire all night, silk sheets and diamonds on white. Спектакль керемет өтті деп ойлаймын енді, білмеймін бірақ. Керемет өтті. Железно. Түрім әдеммен. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. Ау. Жоқ, просто нескен тоған Кім бар тағы? Сен бар деген. Вот, связано. жақсы болып келген қонақтарға үлкен рахмет. Очень қойылымға қатысқан барша бірінші курстан бастап 5-ші курсқа дейін қатысқан қатысушыларға, актерларға үлкен рахмет айтамыз. Алғысым шексіз. Осындай дүниені осылай халыққа көрсеткеніңізге мен қуаныштымын. Өз дәрежемізді көрсеткен ойлаймын. Рахмет.